Қараңыз, бүгінгі тема сіз банкротствоға арыз тапсырдыңыз. Ары қарай не болады? Қазіргі тема жалпы соттан тыс банкроттық туралы, иә. Соттан тыс банкроттық дегеніміз не? Қайталап өтейін, ол сіздің қарызыңыз 1600 МРП-ға дейін болса, яғни 5520-ға дейін болса, соттан тыс банкроттық деп есептелінеді. Сондықтан комиссия қарайды сіздің ісіңізді. Енді қараңыз, жалпы қандай рәсім жүреді? Бұның процедурасы қандай? Сол туралы айтып өтіреміз. Сіз арыз тастағанның күннен бастап 6 айдың арыз тастадыңыз, уполномоченный уәкілетті орган болады. Уәкілетті орган электронный правительствоға уведомлениесі лақтырады, сіздің банкроттық жариялағаныңыз туралы вкладка болады. Сол уақыттан бастап 6 айдың ішінде сіздің ісіңіз қаралу керек. Яғни соттан тыс банкроттық 6 айдың ішінде қаралады. Түсіндіңіз ғой? 6 айдың ішінде қаралу керек. Осы 6 айдың ішінде не болуы мүмкін? Сол туралы айтайық, иә. Бұл негізі мен айтып отырғаным барлығы осы жеке тұлғаны оңалту және банкроттық туралы заңының 17-ші бабында көрсетілген. Банкроттық басталғаннан кейін, еговқа выкладка бергеннен кейін, сіздің барлық қарызыңыз мерзімі өтілген деп есептелінеді. Яғни сізге уже банктер претензия қоймайды деген сөз. Тағы да бір несі, кредиторлар, банктер, микрокредиттер сізден қарыз бер деп талап ете алмайды. Коллекторлар сізге звондауға құқысы жоқ, банктар звондауға құқысы жоқ. Звондайтын болса, айтасыз, мен банкроттықты бергем, айналайын. Ол жерде қаржы басқарушысы бар, бардың, шешіңдер сонымен дейсіздер. Содан кейін осы банкроттық басталғаннан кейін пеня, неустойка, штраф барлығы тоқтау керек. Ештеңке сіздің мойныңызға асылмайды, тағы да груз болып болмайды да. Ал енді осы банкроттық басталғаннан кейін сіз өзіңізге жаңа міндеттер алуыңызға болмайды. Яғни жаңадан кредит алуға, бірден қарыз алуға деген сияқты жаңадан қарызға батуға тыйым салынады. Түсіндіңіз ғой? Дальше. Сіздің банковский счетыңыз ашылады, және сол банковский счеттағы қалған ақшаға, сол ақшаға түскен жаңадан зарплатаңыз түседі, сол ақшаға банктер тыйым салып, болмаса сол ақшадан ақшаны алуға құқысы жоқ болады. Тек қана конкурсный управляющий ғана оны шешеді, яғни қаржылық басқарушы ғана оны шешеді. Ақшаны алу, алмау деген сияқты сіздің счетыңыздан. Осында нюанстар бар. Осыны жаттап алыңыздар. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Комментария қалыңыздар, тіркеліңіздер, тума туысқанмен бөлісе отырыңыздар.